Құрметті достар, бүгінгі сабағымыздың ары қарай жалғастырамыз. 5-ші бөлімге келдік. Spring контекстің ішіндегі көріну аймағы және бейіндердің циклдық өмірлік циклы, жизненный цикл деп аталады. Оның ішінде одиночность деген бар, оны немесе ағылшын тілінде singleton деп аталады, интернеттен көрсеңіз. И және оның жаңағы прототип деп аталады. Ол объектісін клонировать етіп, өзін қайта жасау, көбейту. Және де оның объектінің мәні басқаша болып тұрады. Сол екі тақырыпта айтылады. Одан да басқа да түрлері бар. Session scope, application scope дегендер бар. Соған байланысты rigor scope бар. Олар екінші бөлімде оқытылады, часть 2-де. Сол кезде область видимости вебке арналғанға байланысты жалғастырамыз. Енді біз білгендей екінші главада, екінші бөлімде біз үйренгенбіз бин дегеніміз не, бинді қалай құрамыз, үште и биннің арасында байланыс болатын еді контекстің ішінде. Енді спрингтің контекстінде қалай құру туралы айтылған синглтон мен прототиптің қалай жұмыс істеу принципін көреміз. Әдеттегідей өзіміздің мысалымызды ашамыз. 5-ші бөлімнің 1-ші мысалын ашайық. Біз коммент сервис деген жай ғана класс ашып қоямыз. Оның ішінде ешқандай методтер де жоқ. Бізге просто екі синглтон екеуін көру үшін керек бізге. Спрингте по умолчанию деген қазақшаны ұмытып қаптым айтуды. Міндетті түрде негізінде бәрі синглтон болып келеді. Ол біз үшін біз настройкасын жасамаймыз, түзетулерін. Ол өзімізге өзі жасайды. Енді коммент сервистен класс құрамыз, ішінде ештеңе жоқ. Енді ол мына бинге қалай айналып кеткенін білу үшін біз неге кетеміз мына жерден? Қай жерде ол шақырылған? Project config-тің ішіне кіреміз, configuration деген аннотацияны қосамыз, bin деп өзіміз коммент сервисті binнің құрдық, коммент сервис деп аталады. Оның типі коммент сервис қайтарады бізге. Енді main-нің ішіне кіреміз, main-нің ішіне кіріп коммент сервис деген bin бар бізде. Міне қарасаңыздар. Ол binнің аты коммент сервис болғандықтан біз коммент сервис, оның типі коммент сервис екенін білдіреміз де екі объектісін шығарамыз. Мына жерге вардың орнына коммент сервисті қойсаңыздар болады. Өйткені мынаны міндетті түрде өзі қайтарып отыр. Енді дәлел ретінде бұлардың хэш кодын бізге көру керек болады. CS1 CS2. Сонымен екі объектінің коммент сервистің коммент сервис 1, коммент сервис 2-ні бір-біріне салыстыру арқылы оның нәтижесін бізге true немесе false қайтарады. Соны аламыз да булинға b-ға жазып, сонымен нәтижесін экранға шығарып көреміз. Мына систем out println CS1-ді екеуін жазған себебім, өйткені мына жердегі хэш кодтарын екеуінің бірдей екенін дәлел ретінде көрсетіп отырмын. Сол де мағынасы бойынша салыстырғандықтан бұл екеуі true қайтарады. Бұл синглтон екенін бізге өзі автомат түрде көріп отырмыз. Екі рет бинді құрдық біз, CS1, CS2 деген бинді құрдық шақыру арқылы. Бірақ айналып келген кезде коммент сервиске бір бинге барып тұр. Мысалына кітаптағыдай мысал көрсетсек, мінекей қарасаңыздар, коммент сервис деп бір неге бинге барып тұр. Осыны синглтон дейді, жалғыздықты. Келесі мысалымызды ашып қарайық қазір. Бұл жерде енді компонентті қолдану арқылы мысал келтірген. Репозиторий тұр, сервисіміз тұр, user сервисіміз тұр. Енді бұл жерде біз екі класс ашамыз, user сервис пен коммент сервис. Бірақ бұның ішінде тәуелділікті ендіреміз, коммент репозиторий деп аталатын жалғыз болғандықтан екеуіне ендірдік. Сонымен жаңағы get коммент репозиторий шақырған кезде біз соның объектісін аламыз. Енді user сервисте де get репозиторий бар, get коммент репозиторий, коммент сервисте де get коммент репозиторий бар, мынаның объектісін шақырады. Project config-тің ішінде bin деп создавать етпеді, құрмадық. Бізге base пакетте сервисіз и және репозиторий деген пакеттерден сервитипті аннотацияларды іздеп айтып отырмыз.
Өйткені қарасаңыздар, міне стереотипті аннотация болып аталады. Репозиторий, сервайс, компонент, контроллер. Енді mainға кіреміз. Mainға кіргендіктен project конфигтің бәрін оқиды. Ол баратта бүкіл BS scan пакетпен компонентпен сканер етеді. Не көрсеңіздер, үшеуін оқып алды. Үшеуін оқығандықтан мына жерге оқып контекстіміз құрылды. Енді контекстің ішінен bind аламыз, comment сервис аламыз және user сервис аламыз. Екі объектіні алдық, S1, S2, comment сервис бинін и user сервис алдық. Енді соның ішінде get comment репозиторийіне бәріне тәуелді bin болғандықтан екеуінде де шақырамыз, салыстырамыз. Сонда нәтижесін екеуінің бізге true болып шығады. Өйткені бұлардың жабы хэш кодтары екеуінің бірдей, бәрі айналып келген кезде мына comment репозиторийға барады, user сервисте айналып келген кезде comment репозиторийға барады. Соның мысал ретінде көрсетіліп отыр. Үшінші мысалымызды ашайық. Project конфигіміз сервайс деген пакетті ғана оқиды. Қарасаңыздар, сервис. Енді дәлел ретінде comment сервис құрылды деп бізге бір рет шығатын дәлел ретінде көрсетіп отыр, синглтон ретінде көрініп отыр конструктордың ішінде. Енді біз main'ның ішінде қарасаңыздар, біз әлі comment сервистің мысалы get bin деп шақырсақ та шақырмадық біз әлі. Мынаны жауып қоям. Сонда көрдіңіздер ме, comment сервис құрылды деп айтты. Өйткені project конфигтің ішінде ол мынау comment сервистің бинін құру екенін біледі, сканер етіп осы да құрып берді. Біз соны дәлел ретінде көрдім. Үшіншісі. Төртінші мысалымызға келейік. Сервайс деген пакетті оқимыз қазір. Сервайс деген компания ішіне кірсек, енді бізге синглтонның ішінде бізде мынандай нәрсе бар. Немедленно ленивый деген. Жағанағы lazy деген нәрсені қоймағандықтан алдыңғы мысалымызда. Ол бізге міндетті түрде өзі программа запуск кезінде, ранды басқан кезде, сразу міндетті түрде Spring өзі құрылған болатын. Енді lazy деген нәрсенің орысша түрі ленивый, қазақша айтқанда жалқау, то есть кейін құрылатын bin деп аталады. Ол қай кезде шақырылады? Ол құрылады біз деген get bin деген контекстің ішінен get binді шақырған кезде ғана құрылады. Міне after retrieving деп тұрады, before деп жазу шығады. Сол кезде ғана бізде comment репозиторийдің ішінде comment сервис instance created деп шығады. Так. Қазір мысалын көрейік. Қараңыздар. Міне көрдіңіздер ме? Before и потом get binді ғана шақырған кезде ғана контекстің ішінде, сол кезде ғана бізге құрылды. Одан кейін бізге after retrieving деп шықты. Енді мен мына жерде lazy деген аннотациясын алып тастасам, міне lazy деген контекстің ішінде тұр. Стереотипті аннотация емес бұл. Мынаны қазір алып тастаймын. Программамды запускать етсем, бірінші жағына comment instance create етіп шығады. Көрдіңіздер ме? Міне бірінші сол шығады. Одан кейін мынау нәрсеміз get bin деген нәрсесін lazy болмандықтан ол құрылып қойды бізге. Мыналар жазу шыққанша дейін мына кезде контекстті құрған кезде уже құрылып қойды. Сол үшін lazy деген ол шақырылған кезде ғана болады. Ол программалық қате болмайды. Кейін программа запускать етіп, егерде ол lazy болып сервисіңіз болмай қалып жатса, бірнеше қателік болып жатса, сол кезде программаңыз істеп жатқан кезде ғана қате шығады. Lazy алып тастасаңыз, ол басқа да, мысалы, comment сервис басқа жерде тұрса, тәуелді болып, сол кезде программа құрылмайды. Осындай bin жоқ деп. Содан кейін ол программаны запускать етпей жатып, уже сіздер стап аласыздар. Немедленно тікелей сразу шақыру. Lazy'де сіздер программа орындалып жатқан кезде ғана білесіздер қателіктеріңізді. Бесінші мысалға келейік.
Бул жерде жаганагы міндетті түрде мысалы бинин алдында singleton деп жазсаңыздар, ол жазбай қойсаңыздар да болады, автомат түрде өзі тұр бізде. Прототип деп қойсаңыздар да болады, немесе прототип деп ішіне жақшаның ішіне жазып кетсеңіздер болады. Екі түрлі бұл жолдары бар. Осылай жазып кетсеңіздер де болады. Так. Мынау константа тұрған bin definition scope деп аталады. Прототип ретінде әрбір құрылған объектісін өз жеке бөлік құрылатын көру үшін. Mainға кіреміз, бір-бірін салыстырамыз. Дәл ретінде қазір cout cs1 cs1 cs2-ні шақырамыз. Көрдіңіздер ме? Хэш кодтар әртүрлі болғандықтан екеуін салыстырған кезде бірдей болмайды. Сол кезде сіздер мына жерге binнің ішінде скопты жазып кеткеніңіздер солай болып тұр. Прототип. Binнің ішіне скоп, немесе ана жаққа да жазып кетуге болады. Қазір компоненттің ішіне, кластың ішіне жазудың мысалын келтіресіз. Енді компонентпен істеу. Service. Көрдіңіз ме? Service репозиторийдің ішінен коммент репозиторийіне scope, прототип болады. Енді мынаның ішіндегі get шақырған кезде бұның бөлек бины болады. Мынаның коммент репозиторий шақырған кезде оның бөлек бины болады. Дәл ретінде мына жерге кіріп қарасаңыздар, екеуінің қазір ответі жауабы false болып шығады бізге. Өйткені олардың хэш кодтары әртүрлі болғандықтан бізге жауап false ретінде шығады. Немесе дәл ретінде сіздер шынымен де жауабын тексеріп көрем десеңіздер, так, cs2 get comment repository дұрыс. Көрдіңіздер ме? Әртүрлі хэш код болғандықтан осылай жұмыс істейді. Мына хэш код қалай жұмыс істейтін десеңіздер, ол бізде әрбір объект класстан мұрагерлік болғандықтан бізге toString деген методы бар. Оның ішінде и соның ішінде жаңа toString'нің қалай жұмыс істеу екенін көруге болады. cs1 toString десеңіздер болады. toString'ге кіресіздер и мына жерде көрдіңіздер ме? Класстың аты get class get name, класстың аты қай пакетте тұрған, собачка тұр и және хэш коды тұр. Так. Соңғы мысалымыз көрейік, не туралы. Компонент сканда сервайстың ішін оқиық. Сервайстың ішінде коммент сервайс тұр, автовайретпен. Контекст, бұл жерде комменттерін жіберу арқылы әртүрлі. Енді коммент процессорды көрейік, не бар екен. Коммент процессорды көріңіздер ме? Прототип болғандықтан әрбір несін шақырған сайын, комментарий жіберген сайын әртүрлі өзінің значениесімен кетіп отырады. Модель бұл комментпен тұр и main деп тұр. New comment деп өзіңіз қандай текст жібергеніңізге байланысты солай бітеді. Бұл жерде біз өзіміз толыққанды контроль жасай алмаймыз, өйткені бізге Spring уже арғай прототиппен қалай жұмыс істеу керекенін білмейді. Өзіміз арғай шақырулар шақырып отырамыз. Сонымен жаңағы енді қысқаша шолу қайтып келсек, резюмесін бір оқып жүрейік. Spring'те жаңағы екі түрі бар дейді, өз управлениесінің жаңа singleton мен прототип. Екі түрі бар, singleton и прототип. Жалғыз және прототип.
Синглтон болған кезде дейді, одиночный болған кезде дейді, объекттер өзі контекстің ішінде болады, бәрін қадағалады, атын бере алады, соң жұмыс істеп не қылады. Ал прототип кезінде только типін ғана біледі, жаңағы объекттің қандай класс екенін. И каждый бәрінің өзінің аты бар, и соның имплементаторын типін құрады. Немедленно және линейді болды. Немедленно деген нәрсеміз программа запуск кезінде сразу істейді, а lazy деген біз тек қана get bin деп шақырған кезде ғана не қылады. Springте бәр жерде биндер немедленно шақырылады, оның ағылшынша түрі eager деп аталады. Eager. Практикада обычный бин синглтон қояды, өйткені біз басқа бір биндерді ендірген кезде біз оның ешқандай нәрсесін өзгертпеуіміз керекпіз данный алғандықтан. Сосын өзгермейтін нәрсе болып қолданамыз дейді. Поэтому рекомендуется делать такие экземпляры неизменяемые. Так, егер өзгерту керек болса, потоктарды ұстау керек. Гонка, мысалы, бір бинға екі сервис шақырып арқылы бір-бірін өзгертпеу үшін жаңа синхронизация жасаймыз, өйткені өзгерген мән басқа жаққа бәріне бірдей болғандықтан оны бәрін синхронно жасап отырамыз. То есть кезек-кезекпен істеп отырамыз. Егер биніңіз жаңа өзгеретін болса, ол кезде прототип қолдану керек. Прототипті қолдану қиыншылықтар бар, өйткені бір тип қолданады, и каждый раз өзгерткен сайын сіздер контроль жасамайсыз. Сол себепті қысқа да нақты түсірге тырыстым, әрбір мысалын келтіріп кеттім деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыздар достар.